Сондай-ақ баспасөз отырысы барысында биылдан бастап қатерлі ісік ауруы бойынша диспансерлік есепте тұратын балаларға әлеуметтік көмек төленіп жатқаны айтылды. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары Мақсат Жолдасбеков дертке шалдыққан балалардың еміне жергілікті бюджет есебінен қосымша көмек ретінде ай сайын 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 17.250 теңгеден берілгенін мәлімдеді. Әлеуметтік осал топта азаматтарға көрсетіліп жатқан осы және өзге де әлеуметтік көмек түрлері туралы сюжеттен көрсек. Елімізде күшіне енген әлеуметтік кодекс аясында жыл басынан бері табысы аз отбасылардың 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларына берілетін кепілдендірілген әлеуметтік топтама монетизацияланған. Осы орайда әр балаға 1,5 айлық есептік көрсеткішті құрайтын 5175 теңгеден берілуде. Атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтардың 1 және 6 жасқа, 1 жастан 6 жасқа дейін балалар болған жағдайда оларға жаңа мемлекет тарапынан кепілдендірілген әлеуметтік топтама бұған дейін жаңағы продукттың көлемінде азық-түлік түрінде беріп келген болса, биылғы жылдан бастап ол монетизацияланды, яғни жаңағы 1,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде немесе 5175 теңге әр балаға осындай атаулы әлеуметтік көмек алған азаматтардың жаңағы 1-ден 6 жасқа дейін балалар болған жағдайда оның қосымша жаңағы 5175 теңгеден қосымша төленіп келе жатыр. Сонымен қатар айта кететін бір жайт, биылдан бастап Шымкент қаласының медициналық мекемелерінде диспансерлік есепте тұрған қатерлі ісіктері бар 29 балаға ай сайын 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде немесе 17.250 теңгеден әлеуметтік көмектер төлене бастады. Биылғы жылдың 6 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек аз қамтамасыз етілген 10.800 отбасыға тағайындалған. Ағымдағы жылдың 3-ші тоқсанында кедейшілік шегі 32.716 теңгені құрап отыр. Оларға ақшалай төлемнен бөлек жұмыспен қамту, қысқа мерзімді кәсіптік оқыту мен мемлекеттік қайтарымсыз грант түрінде әлеуметтік қолдаулар жүзеге асырылуда. Атаулы әлеуметтік көмек табысы аз азаматтарға кешенді әлеуметтік көмек көрсетуді көздейді. Оларға ақшалай төлемнен бөлек жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, соның ішінде жаңа өздеріңіз білесіздер, бізде жастар практикасы дейді, қоғамдық жұмыстар дейді, тағы да басқа осы тұрақты жұмыстарға орналастыру негізінде ол азаматтарды жаңағы өз табысын тұрақты табысқа жетелеп, нәтижесінде ол азаматтар атаулы әлеуметтік көмек алушылардың қатарынан шығарылады. Баспасөз отырысы барысында үстіміздегі жылдың шілдесінен бастап жұмыспен қамту орталығының атауы өзгергеніне тоқталған Мақсат Жолдасбеков бірқатар өзгерістердің енгізілгенін жеткізді. Енді орталық қызметкерлері жұмыссыз азаматтарды өздері іздеп көмек көрсетеді. Олардың еңбекақылары жұмыс көрсеткіштеріне қарай төленетін көрінеді. Сөз соңында басқармаға қарасты мекемелер жайында айтқан басшы орынбасары 11 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында жарты жылдың ішінде 3065 адам оңалту шараларымен қамтылған жеткізді. Гүлнар Асқарқызы, Нұрғожа Мамилов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.